Сәлем достар, бүгінгі сабақта past perfect жайлы айтамыз. Perfect деген сөздің өзі мәнсіз деген мағынаны білдіреді. Ағылшын тілінде мәнсіз сөйлегіңіз келсе, perfect шақтарын дұрыс түсініп алғаныңыз абзал. Past perfect'тің жасалу жолы subject плюс had көмекші етістігі. Бұл өзгермейді, жекеше түрде, көпше түрде, жаңа үшінші жақта сөйлеген кезде де әрқашан had көмекші етістігін қолданамыз, және етістіктің үшінші формасы. Егер етістігіміз дұрыс етістік болса, етістікке ed жұрнағы жалғанады. Past perfect шағы before, after, already, by сөздерінің көмегімен жасалады. Бірінші мысал. Sam had fallen asleep before his parents came home. Sam ұйықтап қалған, ата-анасы үйге келмес бұрын. Sam ұйықтап қалған, бұл past perfect, ата-анасының үйге келген уақыты past simple. Яғни бірінші past perfect, одан кейін past simple шағындағы сөйлем болып тұр. Past perfect'тің болымды, болымсыз және сұраулы сөйлем жасалу жолдары. Болымды сөйлем subject, had көмекші етістігі, егер дұрыс етістік болса, ed жұрнақ жалғанып тұр. Бұл жерде she had just planted roses before he came. Ол раушан гүлдерін отырғызып болып қойған. Қыз баланың әрекеті жаңағы жігіт келген кезге дейін. Қарап тұрсаңыз, өткен шақтағы болып жатқан екі әрекет, біріншісі ол раушан гүлдерін отырғызып болып қойды. Тура сол кезде жаңағы жігіт кіріп келді. Болымсыз сөйлем жасау кезінде ешқандай өзгеріс жоқ, жай ғана had сөзінен кейін not сөзі қолданылады. Ал сұраулы сөйлем жасаған кезде had көмекші етістігі сөйлемнің алдына шығады. Сонымен past perfect дегеніміз, біз осы шақта, яғни present деген осы шақ қой, осы шақта өткенде болып жатқан әңгімемізді айтып отырамыз да, содан бұрын болған әңгімені айтқан кезде past perfect қолданылады. Мына бір мысалды қарастырайық. He suddenly realized that he had left his suitcase in the bus. Ол енді есіне түсірді, что ол чемоданын маршрутта кетіп қалғандығын. Яғни оның чемоданы жаңағы маршрутта кетіп қалды, ол бірінші әрекет. Және ол жерге түсіп, одан кейін есіне түсіп тұр. Ол past simple шағында. Яғни чемоданның маршруттың ішінде қалып қойғандығы ол past perfect, яғни нәтижесі бар әрекет. Сонымен past perfect өткен шақта болып орындалып кеткен іс-әрекеттің алдында болып кеткен әрекет. Бұл кезде бірінші әрекетіміз past perfect шағында болады, екінші әрекетіміз past simple шағында айтылады. Және белгілі бір уақытқа дейін орындалып қойған іс-әрекеттерді сипаттаған кезде by шылауын қолдана отырып жасаймыз. Үшінші жағдай шартты сөйлемде, мысалы, if you had left earlier, I wouldn't have missed the train. Сен ертерек шыққаныңда мен кешікпес едім ғой. Келесі сөйлем he would have passed the exam if he hadn't skipped so many classes. Сен көп сабақты жіберіп алмаған кезіңде, яғни сабақты көп босатпаған болған кезіңде дейді. Яғни сабаққа уақытылы қатыспадық, сондықтан ол өтпей қалды, мына жерде экзаменнен. Сонда қысқаша айтатын болсақ, мен емтиханнан өтіп кетер едім. Ол емтиханнан өтіп кетер еді,
өте алмай қалды, себебі ол көп деген сабақтарды өткізіп алған. Және wish конструкциясын қолдана отырып, яғни өкінішті айтқан кезде. I wish I had studied better at school. Шіркін мектепте жақсы оқығанымда ғой деген бір өкінішті айтқан кезде қолданылады. Яғни wish конструкциясының көмегімен жасалып тұр. Тағы бірнеше мысал қарастырып көрейік. When John arrived, they had gone out. Джон келген кезде олар уже кетіп қалған. Мына бірінші сөйлеміміз past simple шағында тұр, екінші сөйлеміміз past perfectте. Яғни кейде орындар ауысып келуде мүмкін, е? As soon as I shut the door, I realized that I would left my keys on the table. As soon as деген тура есікті жаба қалған кезде дейді, мен есіме алдым кілттерді үстелдің үстіне қалдырып кеткендігімді. Бұл жердегі екі әрекет. Бірінші ол үстелдің үстіне кілтін қалдырып кетті. Одан кейін ол есікті бүйтіп жауып қалғанда есік кілттеніп қалды. Сондай контекст. Үшінші, I didn't recognize her at first because she had changed so much. Мен оны бірінші рет көргенде танымай қалдым. Өйткені ол соншалықты көп өзгеріп кеткен. Енді past simple, past continuous, past perfect'ті салыстырып көрейік. Жалпы past simple шағында бірінші сөйлем. Last Monday, Tom and Lisa came home and they fed the babies. Өткен дүйсенбіде Лиза мен Том үйге келіп балаларын тамақтандырды. Бұл жерде нақты уақыт айтылып тұр, сондықтан да past simple шағында тұр. Ал past continuous дегеніміз Last Tuesday, Lisa was feeding the babies when Tom came home. Бұл жерде when сөзінің көмегімен жасалып тұр. Яғни мына ер адам, яғни әкесі үйге келген кезде Лиза өзінің балаларын тамақтандырып жатқан. Яғни тамақтандыру деген қандай да бір процесті алады, е? Сондықтан да past continuous. Past continuous дегеніміз созылмалы өткен шақ. Ал past perfect шағында қалай болады екен? Last Friday, Lisa had already fed the babies before Tom came home. Өткен жұма кезде Лиза уже балаларын тамақтандырып үлгерген. Том үйге келмес бұрын. Қарап тұрсаңыздар, өткен шақтағы әңгіме, бірінші ол балаларын тамақтандырып болған анасы, сол кезде әкесі үйге кіріп келді. Бүгінге осы жалпы past perfect көп адамдар үшін кішкене түсініксіз болып саналады. Сондықтан да көбірек мысалдармен және басқа шақтармен көбірек салыстырсаңыз, анығырақ ұғасыз, және тек қана жасалу формуласына ғана мән бермей, контекстке баса назар аудару керек. Сөйлемнің неғұрлым мағынасын түсінсеңіз, сіз ағылшын тілін сондық жеңіл үйреніп кете аласыз. Бүгінге осы сіздер үшін пайдалы болды деген сенімдемін. Сау болыңыздар.